Қайырлы кеш, сіздермен мен Үсіпбек Темірлан. Бүгін менде екінші сырғыз. Сіздерге мен қазақ әдебиетіндегі ұлы тұлға, ұлы жазушы Қабдеш Жұмаділовтің академиктің көз жасы кітабы туралы айтып беретін боламын. Мұнда бізде бірінші көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған. Бізде Шымылдық Ташаттың бұл жерде 1930 және 1933 жылдар аралығындағы ашаршылық кезеңіне тұспа-тұс келеді. Және сол кездегі қазақтың зиялылары, яғни Тұрар Рысқұлов пен Сәкен Сейфуллин Сталинге өздерінің ашық хатын жолдайтын болады. Мысалы, Тұрар Рысқұлов 1925 жылы өзінің жазған хатында бізде кіші қазан төңкерісі болған жоқ, бізде ұлтшылдар бар және алаш байлар көбейіп кетті деген сияқты өзінің жағдайын айтып береді. Және де сол сияқты Сәкен Сейфуллин де осы жағдайды тұспалдап айтып берген болатын. Және өзінің қазіргі жұмыстан шығып кеткенін, яғни өзінің семинарияда оқығанын бәрін егжей-тегжейлі айтып берген. Және де бұл жерде Сталин болатын болса, оны мен де сол семинарияда оқығанмын, сендей азамат ол қазақ еліне керек деп өз еліне қайтарып жібереді. Және де Сталин көп ойламай бұл жаққа Голощекинді жібереді. Голощекин бұл өзі сондай жерге арналған тұлға болып сайланғандай болды. Себебі бұл ешкімнен қорықпайтын және де өзі бір сұсты келетін, адамдардың жанын алған жақсы көретін адам болып сипатталады. Және де Голощекин келіп бұл жердегі жағдайды білмек болады. Және сол кезде Голощекиннің үйіне 4 ай бойы қазақтар болсам есігінің алдына келе берген. Яғни олардың бәрі бір уәж айтып емес, барлығы бірінен сол арыздар түсіре бастаған. Яғни алаштықтар өздері партия автономия құруы мүмкін деген сияқты, өздерінің байлар соларға көмектесіп жатыр, байларды қудалау керек, анау-мынау деп өзінің тек қана арыздарын түсіріп отқан. Және де қазақта осындай бір сөз бар, тілеп алған аурудың емі табылмас деген сияқты. Дәл сол сияқты осы сәтті пайдаланған Голощекин бұларға яғни бір жаза қолдану не істеу, яғни кіші қазан төңкерісін жасаймын деп Сталинге хат жазады. Сонда Сталин жауабы: мен сені ол жаққа жайдан-жай жіберген жоқпын, яғни не істесең өзіңді не істегің келеді, соны жасай бер деп айта салады. Және де осыдан кейін Голощекин бұларды мысқылдап күледі, яғни не деген өзі бір-бірін етін жейтін қандай халық, надан халық деп сыртынан мысқылдап күлген болатын. Және соның әсерінен кіші қазан төңкеріс басталады. Соның зардабы қазақ еліне өте қатты тиді. Мысалы, сол кезде шамамен Қазақстанда 6,5 миллион адам болған. Оның 3 миллион, яғни қақ жартысы аштықтан қаза тапқан. Ал қалған миллион адамы басқа, яғни көрші елдер Қытай, Ауғанстан, Монғолия сияқты елдерге көшіп кеткен болатын. Бұның бәрі осы Голощекиннің құйтырқы тірлігінің арқасында болған, жүзеге асқан болатын. Және де одан кейінгі біздегі сұрақ, шығарманың негізгі идеясы қандай, автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді деген сұрақ. Бұл жерде бізде шығарманың негізгі идеясы ұлт тұлғасының ұлылығын, азаматтығын, биіктігін, қазақ ұлына еңбек сіңірген еңбегінің бағасын көрсету, яғни Қаныш Сәтпаев туралы өзінің мәліметін беру. Автор көтерген мәселелерге тоқталатын болсам, ұлтшылдық пен азаматтық жауапкершілік, Қаныш өз өмірін түгелге осы елдің дамуына арнаған тұлға ретінде суреттеледі. Және де кеңестік саясаттың әділетсіздігі, ғалымдардың, яғни зиялылардың қуғындалуы, халық жауы деген жалған айыптар, осының бәрі 1937 және 38 жылы репрессияда болған. Және де бұл жерде Қаныш Сәтпаев өзінің даналығымен, яғни Ресейге деген өзінің пайдасы тиіп отырғандықтан, оны қанша жерден кінәлап тапса да, Қаныш ол жерден оңай сытылып өткен. Яғни ол кездегі адамдар оны репрессия беру, ол бізден сол Қазақстан жеріндегі байлықты тығып отыр деген көптеген өзінің қазақтарды қолдап отыр деген сияқты өзінің нелерін айтып бастаған, уәждерін айтқан. Бірақ Қаныш Сәтпаев оларға
сөздерінен оңай сытылып шығып өзін аман алып қалған тұлғалар. Яғни оған тіпті Сталин өзі халық жауы деген атып тастауға құқығы жетпеген. Өйткені егер ол кісінің айырылып қалатын болса, значит сол жердегі қазақ даласындағы жезқазған мыс қорын таппай қалатын еді. Сол себепті өте сол кездегі қазақтан шыққан сыйлы адамдардың бірі болды деп айта аламыз. Және де адамның өмірлік миссиясы Қаныштың өмірінің соңына жақындағанда сабырмен қабылдауы, артында қалатын еңбек туралы ойлары өте әсерлі. Ұлт қадірін білмеу мәселесі. Мысалы, автор Қаныш сияқты тұлғаның өз халқынан кейде бағаланбай қалғанын ашына жазған болатын. Яғни Қаныш Сәтпаев сондай қазақтан шыққан тұңғыш геолог, академик бола тұра өз халқы ол кісіні бағаламады. Және де өз халқы бағаламандықтан ол қанша бағаламаса да өзінен миссиясына тайған жоқ. Өзінің болашағы үшін, қазақ халқы үшін соңына дейін күресті. Яғни көптеген қойнауларын ашты. Және де өзім білетін фактор, мысалы Қаныш Сәтпаев кейбір жерлерде өзі жасырып қалған деседі. Себебі кейінгі ұрпаққа да бір нәрсе қажет болады. Сол себепті ол бүкіл тапқан пайдасын шамамен бір 30-40% ғана картаға түсірген. Яғни осы 30-40% ғана ресейліктер ала берсін, ал қалғанын менен кейінгі ұрпақтар осыны пайдалансын. Егер де мен оларға Ресейге бүкіл жерді ашып беретін болсам, кейінгі ұрпағым дымсыз қалуы мүмкін деген оймен жасаған болатын. Міне осы ісі арқылы Қаныштың қандай тұлға екенін білуге болады. Және де келесі сұрақ бізде шығарманың басты кейіпкері, олардың бейнесін сипатта. Шығарманың басты кейіпкері бұл академик Қаныш Сәтпаев туралы. Қаныш өте көреген ғалым, геология саласының негізін қалаған, жезқазған кенін зерттеп, Қазақстан индустриясын көтерген, ғылым академиясын ұйымдастыруға үлес қосқан. Және де 1990-нан кейін 1946 жылы қазақ кср ғылым академиясы ашылған болатын. Және де ең алғаш президент болып осы Қаныш Сәтпаев сайланған болатын. Сол арқылы Орта Азия мен Қазақстандағы ең құрметті ғалымдардың бірі еді. Одан кейін азаматтық тұлғасына келетін болсақ, Қаныш сабырлы, парасатты, ұлт үшін ірі қайраткер болған. Оның мысалы бір үзіндісінде Қаныш сырқаттың атын естігенде үрейленбей өзі салмақты қабылдаған. Яғни өзінің өмірінің соңына келіп, өзінің өмірін ауруға ұшыраса да, ол оны үрейленбей салмақты қабылдаған. Ол өмірінің соңындағы бейнесіне келетін болсақ, ол дертке қарамай ел аралап ата-анасының қабіріне көк тас орнатады. Ашық, мейірімді адам деп санаймын өз басым. Және де кітапта да солай көрсетілген, өте ешкімді ренжітпейтін, жауына кек сақтамайтын, қарапайым, бірақ өте терең ойлы, терең түсіне алатын, яғни білімді тұлға деп санаймын. Және де келесі сұрақ, бізде шығармада қандай салт дәстүрлер, рәсімдер сипатталады? Шығармада кездесетін салт дәстүрлер, мысалы біріншіден ата-анасының қабіріне көк тас орнату. Қаныштың Баян ауылға барып, ата-анасының басына құлпытас тас қою осы қазақ дәстүріне сәйкес келеді, рәсімдеріне, салт дәстүріне. Және де Қаныш ол үйіндегі жалғыз бала деп айтсам болады. Ол әкесі Имантай 45 жасына дейін баласы болды, яғни әйелі бедеулі болған. Және де ол әйелі өз еркімен осы 27 жастағы Алима деген қызды өзі алып берген болатын. Яғни бұл жерде әмеңгерлік деген салт дәстүрді айта аламыз. Және де екінші әйел, яғни тоқалдық алу сол кездегі қазақ қоғамындағы бар салт дәстүр. Одан кейін осы шығарманы оқып шыққан соң сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыдан қандай жаңалық аштыңыз? Мен үшін
қаныш сәтпаевтың адам ретіндегі бейнесі, және де сол кезде қазақтардың, яғни өзіміздің қалай айтсақ болады, біз Қазақстан неге дамымайды десек, біздегі сол аяқтан тарту, яғни көтеріліп бара жатқан адамның көре алмаушылық бейнесі бар. Мысалы, оған дәлел мысалы Тұрар Рысқұлов пен Сәкен Сейфуллиннің Сталинге жазған хаты. Яғни біз өзіміз сондай бір сұсты адам, яғни голошекинді өзіміз сілеп алдық. Егер ол хат жазылмаса, біз мүмкін бағанағы 6,5 миллионның 3 миллионы, яғни қайтыс болмас еді, ашаршылық болмайтын еді. Біз сондай жаңалықтар ашылды, және де оның ғылымға қосқан үлесі, бағана жезқазған кен орнын табу, яғни ешқандай технология енді дамып кеткен заманда жер қойнауынан және де мыс кен орнын табу деген, ол енді өзінің бір сол кездегі вундеркид деп айтуға болатын шығар. Және кеңестік кезеңдегі қиындықтар, қазақ зиялыларының бағанағы зұлматы көрінілген, және де жезқазған мен қарсақпайдың тарихы, қазақ ғылымының қалай басталғаны туралы өзім түсінгендей болдым. Және де өзіңізге ұнаған сюжеттерден 2-3 үзіндіні мәнерлеп оқып беріңіз. Мысалы, маған ұнаған үзінділер, ол бірінші үзінді: 300-дің атқа мінерлері бірін-бірін жамандап, кім ұлтшыл, кім байшыл, кім діншіл, кім түрікшіл екенін жіпке тізгендей көрсетіп берген. Осындай сорақылықты көргенде талайды бастан өтверген құлмиыс Голошекиннің өзі таңғалған деседі. Тоба, мұндай да надан, мұндай да ашық ауыз, мұндай да есі алған халық болады екен ғой, деп қарқылдап күліпті. Оның үстіне дәл осы мезгілде Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» атты ғұмырнамалық кітабы шыға қалмасы бар ма? Бұл кітапта кім байшыл, кім алашшыл, кім совет үкіметіне қарсы түп-түгел жазылуы тұр. Голошекиннің бұл кітапты қолма-қол орысшаға аудартып оқулық ретінде пайдаланған. Яғни осы сәтті мен көңіліме тиген сәттердің бірі болып айта аламын. Өйткені өзіміз санаулы ғана қазақтың ішінен бір-бірімізді аяқтан тартып, яғни бір-бірімізді жамандады десем болады. Және соның әсерінен бізде ашаршылық болды. Міне. Және екінші үзінді: олар жол жиегіне тақау қонғанда 3-4 үйлі ауылға бұрылған еді. Естияр біреу кезіксе жол бағытын сұрау ойларында бар еді. Сұмдық-ай, әлгі ауылда тірі жан жоқ. 4 түлік мал түгіл, ит екеш ит те көрмейді. Шеткі бір үйдің киіз есігін түсіріп, сыртына ергене қойып, арқамен шынындап байлап кетіпті. Түндігі ашық. Қаныш не де болса ерекше көрінісін мәнісін білмек болып, ергенекті беткен арқанды шешіп, түсірілу киіз есікті жоғары көтере беріп, шалқасынан түсе жазды. Сұмдық-ай, 3, 5, 7 жастардағы ұл-қызы аралас 5-6 бала есікке таман тырысып келіпті. Бірін-бірін құшағын күйік қатып қалған. Шамасы осы ауылдың ұсақ балалары үйге қамаған да өздері талғажау бірдене іздеп, беті ауылға қайтып оралмаған. Яғни сол кездегі аштықтың салдары. Әкелері және аналары сол балаларына аза әкелем деп сыртынан қоршап кеткен. Ал балалары, әкесі сол бойы оралмағандықтан балалары аштықтан қаза тапқан. Міне осындай көріністер қазақ даласында бір емес, әр ауылда болды деп десем болады. Және де осы көріністер маған ұнаған және әсер қалдырған көріністердің бірі деп айта аламын. Кітапты оқу кезінде қандай көңілде болдыңыз, қандай көңілде, сезімде болдыңыз? Яғни кітапты оқыған кезде мен өте жүрек ауыртатындай болды. Себебі осындай қазақтардың тірлігі және де аш балалардың қырылғандағы көз алдыма елестеді деп айтсам болады. Бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Мен бұл кітапты оқуға кеңес берер едім. Яғни академиктің көз жасы бұл жерде қазақ халқы туралы 1420 мен 1460 жылдар аралығындағы қазақтардың бейнесін сипаттап береді. Яғни авторды осы жерде айтып кетсем болады, өйткені автор өте түсінікті тілмен жазған. Видео өте тез түсініп аласың, өте ұзақ емес, 67-68 беттік шығарма. Маған өте қатты ұнады.
Мен егер де достарыма кездессем, мен ұсынар едім. Және соңғы сұрақ, шығарма авторы туралы не білесіз? Шығарма авторы бұл Қабдеш Жұмаділов. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесіндегі Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Найман тайпасы Төрттуыл руынан шыққан. Жастық шақта жазған өлеңдері 1967 жылы Жастар үні деген атпен жеке жинақ болып шығады. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. Қазір қайтып барады деген алғашқы өлеңдер жинағын шығарған. Және де көптеген шығармалар бар. Атап айтатын болсақ, Жас дәурен, Қазір қайтып барады, Зоп, Соңғы көш, Саржайлау, Бақыт жолында деген романы бар. Және де Дарабоз деген романы бар, яғни Қабанбай Батыр туралы айтылған. Және де осы қазіргі мен отырған тақырып академиктің көз жасы, және одан да басқа көптеген шығармалар бар. Сіздермен мен Үсіпбек Темірхан, назарларыңызға рахмет.